білім қайнар оқу ағарту жобасы және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынады. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасаң жоқ болар, оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар. Ыбырай Алтынсарин атамыздың дана сөздерімен біз кезекті араб тілі сабағымызды бастаймыз. Біз сабақтарымызда жылдар бойы тәжірибеден өткен шыңдалған жүйеге сүйене отырып түсіндіретін боламыз. Бұл дегеніміз қысқа мерзім, оңай түсіну, тек керекті мәліметтер және де көкжиекті кеңейтетін сөздер. Сабақтарымызды негіз ретінде екі кітапты алдық. Дегенмен де бұл екі кітапқа шектелмейтін боламыз. Қосымша қызықты мәліметтер ұсынып отырамыз. Екі кітапты қысқаша таныстырып өтетін болсақ, алғашқы кітабымыз Такаллум атты кітап. Бұл кітапты алған себебіміз бастаушыларға өте қолайлы кітап және де заманауи 21 ғасырда қолданылатын сөздердің көбісін қамтыған. Келесі кітабымыз Әсәси атты кітап. Бұл кітапты да таңдаған себебіміз грамматикалық және морфологиялық қағидаларды өте ауқымды қамтыған. Бүгінгі сабақта алғашқы алып өтетін тақырыбымыз сөздер топтамасы. Осы тұста айта кететін жайт, сөздер топтамасы өте маңызды. Қандай тілде болмасын, сізде сөздік қор болмайтын болса, сіз сөйлей алмайсыз. Грамматиканы жақсы меңгеріп тұрсаңыз да, морфология болсын, қандай білімді жақсы меңгеріп тұрсаңыз да, сөздер топтамасы болмаса, сөйлей алмайсыз. Сол себепті де сөздерден бастаймыз. Алғашқы алып өтетін сөзіміз усра сөзі. Усратун. Аудармасы жанұя деген сөз. Айта кететін сәт, араб тілінде сөз жаттауда қолданылатын ең маңызды кеңестердің бірі сөздерді көпшетірмен қосып жаттаңыздар. Неге? Себебі араб тілінде көпшетірлер қазақ тіліне қарағанда біраз өзгеше жасалынады. Қазақ тілінде лалер, дартер, жалғаулармен жасалынатын болса, араб тілінде мүлдем өзгеше. Мысалы, усра деген сөз, яғни жанұя деген сөздің көпшетірін алатын болсақ, көпшетірі усарун. Усарун, яғни жанұялар. Тағы бір мысал алып өтейік. Мысалы, тифлюн. Тифлюн дегеніміз бала деген сөз. Көпшетір қалай болады екен? Балалар, яғни атфал. Тағы бір мысал ала кететін болсақ, күнделік жеп жүрген лахм. Лахмун. Лахм дегеніміз ет деген сөз. Көпшетірі, яғни еттер люхумун, яғни еттер. Байқағандарыңызда әр сөздің көпшетірлері әртүрлі. Сөз жаттауда көмектесетін кеңестер. Тез әрі оңай сөз жаттау үшін мына екі тәсілдің бірін қолдансаңыз болады. Біріншісі карточка арқылы. Яғни кішігірім карточкалар топтамасын аламыз. Бір жағына араб тіліндегі сөзді жазамыз. Жекеше және көпше түрін. Келесі бетіне қазақша аудармасын жазамыз. Әрбір карточкаға бір сөзден. Екінші тәсіл блокнот арқылы. Кішігірім блокнот алып, немесе ұялы телефондағы блокнот бағдарламасын пайдалана отырып, сөздерді аудармасымен жазып алып жаттаймыз. Бұл тәсілдің ыңғайлылығы, сөздер әрдайым жанымызда жүреді. Кезек күтіп тұрғанда, автобуста, көшеде алып жаттай береміз. Араб тілін жаңадан үйренушілер үшін, яғни сіздер үшін күніне ең кемінде 5 сөзден жаттап отыру маңызды.
Бұл сабаққа тиесілі сөздер әрине тағы да бар. Және де әр сабақтың сөздерін уақытылы жаттап отырсаңыздар сіздерге жеңіл болады. Себебі осы сабақтың сөзін жаттамасаңыздар, келесі сабақтың сөзі қосылады, одан кейінгі сабақтың сөздері қосылады. Солай сөздер көбейіп кете береді. Сол себепті де қазір экранда шығатын сөздерді жаттап алыңыздар. أسرة أسر طفل أطفال ضابط ضباط طالب طلاب طالبة طالبات معلم معلمون معلمة معلمات طبيب أطباء ممرضة ممرضات تمر تمور جبن أجبان خبز خبائز زيتونة زيتونات لحم لحوم سبورة سبورات حاسوب حواسب خريطة خرائط قلم أقلام كتاب كتب مثلث مثلثات ساعة ساعات صورة أصوار بيت بيوت عمارة عمارات باب أبواب شباك شبابيك سلم سلالم مكيف مكيفات سيارة سيارات هاتف هواتف. Осыменен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздерге біздің сабақтарымызды қарағандарыңыз үшін көп алғысымызды білдіреміз. Және де үй тапсырмасын орындауды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар. فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا